Пункт назначения фильмнің бірінші бөлімі орта мектептің жоғары сынып оқушыларының Парижге сыныптық сапарға шығу үшін 180 рейске отыруынан басталады. Бірақ ұшу алдында оқушы Алекс Браунинг ұшақтың жарылып, борттағы барлық жолаушылардың қаза табуы туралы айқын алдын ала көрініс көреді. Бұл көріністен қорқып кеткен Алекс дүрбелеңге түсіп, оның зорлықшыл сыныптасы Картер Хортонмен жанжалына келіп соғады. Нәтижесінде екеуі де ұшақтан шығарылады. Алекстің ең жақын досы Тодд, Картердің қызы Терри, мұғалім мисс Лутон, жалқау Билли және жалғызбасты Клэр Риверс те олармен бірге ұшақтан түседі. Алекс болжағандай ұшақ ұшқаннан кейін жарылып, апатқа ұшырайды. 180 рейстің аман қалғандары достарының қазасынан қайғырып жатқанда, Алекс ФБР-дың тергеуіне алынады. Олар оның жұмбақ алдын ала көрінісіне күмәнмен қарап, ұшақ апатына оның жауапты болуы мүмкін деп санайды. Осы уақытта кездейсоқ тізбекті реакция Тоддың душта байқаусызда асылып өлуіне әкеледі, және барлығы мұны ұшақ апатынан болған қайғыдан өз-өзіне қол жұмсау деп болжайды. Бірақ Алекс мұған сенбейді, өйткені оның ең жақын досы ешқашан өзін-өзі зақымдамайтынын біледі. Алекс Клэрден одақтас табады, ол оның алдын ала көрінісіне сенетін жалғыз адам. Екеуі Тоддың мәйітін жерлеу үйінде көреді. Онда өлімші Уильям Бладворд барлығының ұшақта өлуі жоспарланғанын, бірақ Алекстің көрінісі өлімнің жоспарын бұзғанын түсіндіреді. Енді өлімнің өзі өлуге тиіс болғандардың өмірін алуға келе жатыр. Алекс пен Клэр басқа аман қалғандарды ескертуге тырысқанда, Картер олардың сөздеріне қарсы шығады. Бірақ оның қызы Терри өтіп бара жатқан автобуспен соғылып, таңғаларлықтай өледі. Кейін мисс Лутон кешкі ас дайындап жатқанда ас үй пышақтары оны кездейсоқ шаншып, үйі жарылып кетеді. Алекс аман қалғандардың ұшақта өлуі керек болған ретпен өліп жатқанын түсінеді. Осы жаңа өлімдерден кейін Клэр, Картер және Билли өлімнің оларға келе жатқанына сенеді. Терридің өлімінен әлі де күйзелген Картер өзінің кезегі келгенін біліп, өз тағдырын өзі шешу үшін көлігін темір жолына қояды. Бірақ пойыз жақындағанда Картер өмір сүруді таңдайды. Өкінішке орай, оның қауіпсіздік белдігі кептеліп, оны көлікте қамап қояды. Алекс соңғы сәтте Картерді көліктен шығарып алады, бірақ пойыз көлікті соғып, сынықтар ұшып, Биллиді лезде өлтіреді. Алекс өзінің Картерді құтқаруға араласқан үшін өлімнің Биллиге, яғни келесі адамға ауысқанын түсінеді. Фильм аяқталғанда Алекс өлімнің тізіміндегі келесі адам, оның ғашығы Клэр Риверсті құтқаруға асығады. Алекс Клэрді көлігінде қамалып қалғанын, өлімге әкелетін электр сымдарымен айналасында ағып жатқан жанармайдың жарылу қаупі бар екенін көреді. Алекс өз өмірін қатерге тігіп Клэрді құтқарады. Соңында Алекс, Клэр және Картер аман қалғандарын тойлау үшін Парижге бірге барады. Бірақ Алекс өлімнің әлі де оған келе жатқанын түсінеді. Неон белгісі ғимараттан құлағанда Картер Алексті итеріп құтқарады. Өкінішке орай, бұл өлімнің тізімі басқаға қайта оралғанын білдіреді, және неон белгісі кері серпіліп, Картерді лезде өлтіреді. Пункт назначения 2 фильмінде колледж студенті Кимберли Карман достарымен жол сапарында жүргенде, бөренелер тиелген жүк көлігінен болатын үлкен жол апаты туралы алдын ала көрініс көреді. Кимберли көлігімен жолды жауып, артындағы бейтаныс адамдардың өмірін сақтап қалады, ал өлімге әкелетін апат олардың алдында болады. Полиция қызметкері Томас Берг Кимберлиді осы оқиға туралы сұрағанда, жүк көлігі оларға қарай зымырап келеді. Берг соңғы сәтте Кимберлиді тартып алып, оның өмірін сақтап қалады, бірақ оның барлық достары қайғылы түрде қаза табады. Апаттан кейін Кимберли өз көрінісінің Алекс Браунинг пен 180 рейстің аман қалғандарының өліммен аңдалғаны туралы оқиғасына ұқсас екенін түсінеді. Ол басқа аман қалғандарды жинап, өлімді тоқтатудың жолын іздейді. Аман қалғандардың қатарында лотерея жеңімпазы Эван Льюис, ана мен бала Нора мен Тим Карпентер, қатал Кэт Дженнингс, нашақор Роли Питерс, жүкті Изабелла Хадсон, орта мектеп мұғалімі Юджин Дикс және офицер Берг бар. Эван кешкі ас дайындап жатқанда пәтерінде өрт шығып, өрт баспалдағынан қашады. Өкінішке орай, ол бұрын лақтырып тастаған спагеттиге тайып кетеді, ал өрт баспалдағының баспалдағы құлап, оны шаншып өлтіреді. Басқа аман қалғандардың осындай тағдырға ұшырауын қаламаған Кимберли мен Берг өткен жылы өлімнен қашу үшін психиатриялық аурухананың оқшауланған камерасында болған Клэр Риверстің көмегіне жүгінеді. Клэр Алекс өлгеннен кейін қайғырып жүр.
Ол 180 рейстің аман қалғандарынан айырмашылығы, өлім бөрене апатынан аман қалғандарды кереретпен аңдып жатқанын түсінеді. Олар Бладвортқа барады. Ол тек жаңа өмірдің өлімді тоқтата алатынын түсіндіреді. Жас өспірім Тим әйнектің құлауынан өлген соң, Кимберли, Берг, Кэт, Рори, Юджин, Клэр және қайғырып жатқан Нора өлімді жеңу жоспарын талқылау үшін жиналады. Олар Изабелланы қорғау керектігін, оның босануына дейін аман қалуы үшін, жаңа өмір жасау арқылы өлімнің жоспарын бұзу керектігін түсінеді. Эмоциялық Нора кетпек болғанда, лифт есіктеріне басы қысылып, қайғылы түрде басы кесіліп өледі. Басқа аман қалғандар Изабелланы табуға асыққанда, олардың әрқайсысы апат алдында өлуге тиіс болғанын, бірақ 180 рейстің аман қалғандарына байланысты оғаш тағдыр бұрылыстары арқылы аман қалғанын түсінеді. Кимберли анасын өлтірген көлік ұрлығынан Тоддың өлімі туралы жаңалықтан кешігу арқылы аман қалған. Юджин мисс Лутон өлгеннен кейін оның сыныбына ауыстырылған, ал ол жоқ кезде оның орнын басқан мұғалімді оқушы пышақтаған. Кэт газ ағып кеткен түні барлық тұрғындар өлген қонақ үйде болуы керек еді, бірақ Терриді автобус соққандықтан ол жетпеген. Рори Парижде Картердің өлімін көріп, театрға бармай, қонақ үйде қайғырып отырған, ал театр құлап, қаладағы барлығын өлтірген. Офицер Берг Билидің қалдықтарын тазалауға жіберілген. Бұл оны серіктесінен алыстатып, серіктесі атыста өлген. Өкінішке орай, аман қалғандар Гиббонс отбасына тиесілі фермада апатқа ұшырайды. Юджин ауыр жараланады, ал Кэт көлікте қалып, сынған пывық құбырына қысылып, оны шаншып өлтіре жаздайды. Құтқарушылар келгенде, Рори жасөспірім Брайан Гиббонсты жаңалықтар жүк көлігінен тартып алады. Өрт сөндірушілер Кэтті босатуға тырысқанда, оның қауіпсіздік жастығы жарылып, оны пывық құбырына шаншып өлтіреді. Өлген Кэт содан кейін темекісін түсіріп, газ ағынын тұтандырады. Ол жарылып, тікенді сым Рориді бөлшектеп өлтіреді. Кимберли, Берг және Клэр ауруханаға асығады. Онда Юджин реанимацияда, ал Изабелла босануға дайындалып жатыр. Клэр Юджинге барғанда оттегі цистернасы жарылып, екеуін де өлтіреді. Кимберли Изабелланың көріністе аман қалғанын, сондықтан оның баласының туылуы өлімді жеңу үшін қажетті жаңа өмір бола алмайтынын түсінеді. Сондықтан Кимберли өзін құрбан етіп, өзін суға батырып, қайта жандандырады, яғни ол өлімнің үлкен жоспарын жеңетін жаңа өмір болады. Соңында Кимберли мен Берг Гиббонс отбасымен аман қалғандарын тойлайды. Бірақ олар қуанышпен тамақтанып отырғанда, Кимберли мен Берг Роридің Брайанның өмірін сақтап қалғанын, сондықтан өлім жасөспірімді грильдің жарылуымен лезде өлтіргенін кеш түсінеді. Пункт назначения 3 фильмінде орта мектеп оқушысы Венди Кристенсен сыныптастарының роллер-костер рельстен шығып, қайғылы түрде қаза табатыны туралы алдын ала көрініс көреді. Венди 9 сыныптасымен бірге роллер-костерден түсіп үлгерсе де, оның жігіті Джейсон мен ең жақын досы Кэрри ұшар алдында шыға алмай, апатта қаза табады. Достарының қазасынан қайғырып жатқан Вендиге Кэрридің жігіті Кевин келіп, Вендидің көрінісі арқасында аман қалғандардың бірі болғанын айтады. Кевин Алекс Браунингтің 180 рейс апатынан аман қалғандарының кездейсоқ апаттарда өлгенін түсіндіреді. Венди мен Кевин өздерінің де өліммен аңдалатынынан қорқып, сыныптастарын ескертуге бел буады. Аман қалған ең жақын достар Эшли мен Ашлин күйдіргіш төсектердің ақаулығынан күйіп өледі. Венди роллер-костер апатынан бұрын түсірген фотоларында аман қалғандардың қалай өлетініне қатысты кеңестер бар екенін түсінеді. Осы кеңестерді пайдаланып, сыныптастарын құтқаруға тырысқанына қарамастан, Фрэнки көлік апатынан матыр басына соғылып өледі, ал спортшы Льюис жаттығу залында салмақтармен басы қирап өледі. Венди мен Кевин Готшуба Иэн мен Аронда аппараттық дүкенде ескерткенде, Венди Иэннің өмірін сақтап қалады. Бұл өлімнің оны аттап өтіп, Аронды шеге атқышпен басына бірнеше рет атып өлтіруіне әкеледі. Соңында Венди оның кіші әпкесі Джули мен оның ең жақын досы Перридің роллер-костерге жасырын отырғанын және көріністен кейін түскенін біледі. Джулидің өлімнің тізімінде келесі екенін білген Венди оны құтқаруға Кевинмен бірге асығады. Қаланың 300 жылдық мерекесінде Кевин Джулиді шаңшудан құтқарады, бірақ Перри ондай бақытқа ие болмайды. Венди Кевинді жарылыстан құтқарады, бірақ Иэн Вендиді Аронның өліміне кінәлап, өлім оны аттап өткендіктен өзін өлмейтінмін деп санайды. Иэн Вендиді өлтірмек болғанда, ол отшашудан құтылып, Иэнді кран құлатып өлтіреді.
Венди, Кевин және Джули өлімнен құтылып, өмірлерін жалғастыруға дайын. Бірақ 5 айдан кейін Венди метро пойызына отырып, Джули мен Кевинді кездестіреді. Ол поезд вагонының рельстен шығып, бәрінің өлетіні туралы алдын ала көрініс көреді. Пункт назначения 4 фильмінде колледж студенті Ник О'Беннон достарымен автожарыста болғанда, трибунадағы көптеген қатысушыларды, соның ішінде Ник пен достарын өлтіретін қорқынышты көлік апаты туралы алдын ала көрініс көреді. Ник өзінің қызы Лори, достары Хант пен Джанетті және бірнеше бейтаныс адамды апат болар алдында эвакуациялайды. Осы жаңа қайғыдан кейін нәсілшіл аман қалған Картер жарыстың қауіпсіздік қызметкері Джорджды, аман қалғандардың бірін, әйелін апаттан құтқаруға кедергі жасаған үшін кінәлайды. Картер Джордждың ауласына жанып жатқан крест қою үшін эвакуаторын пайдаланбақ болғанда, көлік өзі жүре бастайды. Картерді тізбекпен сүйреп, жолда ұшқын шығарып, көлікті жарып, оны өлтіреді. Келесі күні тағы бір аман қалған Саманта шөп шабатын машина тас лақтырып, оның басына тигізіп өлтіреді. Осы өлімдерден кейін Ник басқа кездейсоқ адамдардың ұқсас қайғы қасіреттерден құтқарған алдын ала көріністері туралы біледі, бірақ кейін өлім оларды қудалайды. Ник басқа аман қалғандарды ескертіп, құтқаруға тырысады. Ник Эндиді құтқаруға кешігіп, ол оттегі цистернасының оны металл қоршауға бөлшектеп өлтіруіне жол береді. Ник пен Лори Джанетті ақаулы көлік жуудан құтқарады, бірақ Джанеттің жігіті Хантты құтқара алмайды, оны бассейннің шамадан тыс сорғысы ішектерін сорып алады. 4 күннен кейін Ник Джанетті құтқару өлімнің жоспарын бұзған болуы мүмкін деп ойлайды. Бірақ ол Лори мен Джанеттің сауда орталығының кинотеатрында жарылыстан өлетіні туралы тағы бір алдын ала көрініс көреді. Бұл жаңа көрініс Никті алаңдатады. Ол Джорджды жедел жәрдем соғып өлтіруден құтқара алмайды. Ник сауда орталығына достарын құтқару үшін асығады. Жарылыс бөшкелерінен оттың шығуын болдырмай, өз өмірін қатерге тігіп, тағы бір өлімге әкелетін қайғыны болдырмайды. Соңында Ник, Лори және Джанет өлімнен ресми түрде құтылғанын тойлау үшін кафеге жиналады. Бірақ Ник өлімнің сауда орталығындағы көріністі оларды осы нақты жерде, осы нақты сәтте кездестіру үшін алдау ретінде бергенін түсінеді. Ник әрекет етуге кешігіп, жүк көлігі кафеге соғылып, Ник, Лори және Джанетті лезде өлтіреді. Пункт назначения 5 фильмінде Сэм Лоутон компания демалысына бара жатқанда көпірдің құлап, оны және әріптестерін өлтіретіні туралы алдын ала көрініс көреді. Сэм өзінің бұрынғы қызы Моллиді құтқарады, бірақ апатта өледі. Бұл көріністен ескертілген Сэм бірнеше әріптесін көпір құламай тұрып, эвакуациялап, олардың өмірін сақтап қалады. Аман қалғандар көпір апатынан аман қалмаған әріптестерін жоқтағанда, Сэм ФБР агенті Джим Блоктың күдігіне ілінеді. Аман қалған Кендис гимнастикадағы қайғылы апатта өледі, ал Исаак акупунктура массажы кезінде мүсін басына құлап өледі. Жұмбақ өлімші Уильям Бладворд басқа аман қалғандарды өлімнің өзі оларға келе жатқанын ескертіп, аман қалу үшін басқа біреуді өлтіріп, олардың өмір ұзақтығын ұрлау керектігін айтады. Кендистің жігіті Питер оның өлімінен кейін эмоциялық күйзеліске ұшырайды және өз өмірін сақтап қалу үшін бейтаныс адамды өлтіруді ойлайды. Сэм мен Молли әріптесі Оливияны құтқаруға тырысады, бірақ ол Ласси көз ортасында соқыр болып, биік ғимараттың терезесінен құлап өледі. Осы уақытта Сэмнің досы және аман қалған Натан зауыттағы жұмысына қайтады. Онда көптеген әріптестерінің өлімі оны күтпеген басқарушы лауазымға жеткізеді. Нәсілшіл әріптес Рой оның билігін қатты сұрағанда, Натан оны итеріп жібереді. Ол ілгекке байқаусыз шаншылып өледі. Сэм мен Молли Натанның Ройды өлтіру арқылы оның қалған өмір ұзақтығын ұрлап, өлімнің тізіміндегі келесі құрбан болудан құтылғанын түсінеді. Топтың бастығы Денис апатты тергеуге келгенде, оны басына кілт соғып өлтіреді. Өлім қаупі ортасында Сэм мен Молли ескі қарым-қатынастарын қайта жандандырады. Парижде аспазшылық тәжірибеден өту арманымен Сэм Моллиге романтикалық кешкі ас дайындап, онымен бірге баруды сұрайды. Бірақ бұл кездесуді Питер бұзады. Ол ерлі-зайыптыларды мылтықпен қорқытып, Кендис өлгенде Моллидің неге өмір сүруі керек деп сұрайды. Питер Моллиді өлтіріп, оның өмірін ұрлауды шешеді. Агент Блок араласады, бірақ Питер оны өлтіреді. Блоктың өмірін ұрлағанына қарамастан, Питер Сэм мен Моллиді өлтіріп, куәгерлерден құтылуды шешеді. Сонда ұрланған жаңа өмірі түрмеде өтпейді.
Зорлық-зомбылық күресі кезінде Сэм Питерді өлтіріп, Блоктың өмірін өзіне алады. Соңында Сэм мен Молли өлімнен құтылып, Сэмнің Париждегі тәжірибесі үшін ұшаққа отырады. Бірақ ұшақ ұшар алдында олар мектеп оқушыларының жанжалын көреді. Олардың бірі бейтаныс Алекс Браунинг ұшақтың апатқа ұшырайтыны туралы алдын ала көрініс көргенін айтады. Бұл жылдың 2000 жылы екені анықталады, және Сэм мен Молли 180 рейстің жолаушылары болып, ұшақ ұшқаннан кейін жарылып, екеуін де өлтіреді. Жерде Натан Ройдың аутопсиясынан оның миында аневризманы тудыратын кеңейген қан тамыры болғанын біледі. Сол сәтте 180 рейстің қирандылары Натанға құлап, оны лезде өлтіреді.